Сәлем, менің атым Ермек және мен бұл бейнеде DaVinci Resolve'тың көмегімен ауыспаларды қалай жасау керектігін көрсетемін. Айтпақшы, егер бағдарламамен басынан бастап танысқың келсе, мына жерде шығатын немесе сипаттамадағы сілтемеге өтіп, бағдарламаны орнату, онымен танысу туралы бейнероликті қарап шық. Ең алдымен DaVinci Resolve'ті ашқаннан кейін бізге керегі екі клип. Менде дронмен түсірілген мында екі кадр бар. Енді осы екеуінің арасына ауыспа саламыз. Ең алдымен Effects қалтасының ішінен Video Transitions. Содан кейін осының ішінен кез келген бір ауысымды мына жерге саламыз. Мысалға Cross Dissolve. Осыны салып алғаннан кейін ауыспаны басып, тышқанның оң жағын басамыз да Convert to Fusion Cross Dissolve дегенді басамыз. Содан кейін бұл енді бізде жай стандартты DaVinci-дің ауыспасы емес, Fusion-ның ішіндегі композиция ретінде жасалған ауыспа болады. Бүйтіп кішкене үлкейтіп алайық. Содан кейін бұны оң жағын басамыз да Open in Fusion Page дейміз. Сол кезде біз Fusion ауыспасына ауысамыз. Бізде міне көріп тұрғанымыздай Media in 1, Media in 2, екі кіріс. Содан кейін мына жерде сол кірістермен жасалған манипуляциялармен ауыспаның шығысы. Қайсы екенін анықтап болу үшін әрқайсысын жеке-жеке лақтырып көрейік. Мынау бірінші кіріс, яғни бірінші кадр. Media in 1 деп тұр. Екінші кадр. Міне. Енді мына жерде Cross Dissolve деп тұр да, мынау группада тұр. Ішінде не екенін көру үшін екі рет басып ашып алуға болады. Бірақ бізге бұл аса ыңғайлы емес, сондықтан оны жауып тастаймыз да, тышқанның оң жағын басамыз да Ungroup дегенді таңдаймыз. Сол кезде мына группаның ішінде не жатыр, соның бәрі шығады бері қарай. Ең алдымен бізге керек нәрсе мына жерде жатыр. Dissolve мына жерде қалай жұмыс жасайды. Dissolve деген, егер мына оң жағын басып Add Tool десек, содан кейін мына жерде Composite дегеннің ішіне міне Merge, Dissolve екі оператор бар. Сол екі түрлі кірісті байланыстыратын операторлардың біреуі. Бұл қалай жұмыс жасайды. Мына жерде міне Background, Foreground, яғни Foreground бізде екінші in, Background бірінші in, солардың арасындағы қарым-қатынасты реттейтін мына жерде оператор бар. Мына жерде қызылмен белгіленіп тұр, яғни бұда анимация жасалған деп тұр. Бірақ біз мына жерде ешқандай кілттерді көріп тұрған жоқпыз. Оны көру үшін мына жерде міне Modifiers жағына кіреміз. Сол жерде осы ауысуды қамтамасыз ететін оператор міне жұмыс жасап жатыр, модификатор. Егер біз басына барып, аяғына дейін барсақ, сол кезде міне бізде бірінші видеодан екіншіге ауысу көрініп тұр. Оны басқарып тұрған мынау. Бұны мен былай алып тастайын да, операцияны басынан бастап орындайын. Міне бізде модификатор жоқ. Енді модификаторды алып тастап менде тек қана екінші кадрды ғана көрсетіп тұр. Бұл жай merge сияқты жұмыс жасап тұр. Енді анимацияны ауысуды қалай жасаймыз? Міне background, foreground бұл бірінші мен екіншінің ара қатынасын білдіріп тұр. Бір деген мән, ол foreground, екінші видео біріншінің үстінде 100% болып көрініп тұр деген сөз. Егер біз наны алып, мысалға 50 дейтін болсақ, міне асты көріне бастады. Ол деген foreground-тың мөлдірлігі мынанша пайыз болды, 48 деп тұрмын. Егер 0-ге дейін апарып тастайтын болсақ, міне. Әлбетте былай жасауға болады. Мына жерге кілтті қойып басында 0 деп, аяғына апарып мынаны 1 деуге болады. Ол да неге ауысу болып саналатын болады, бірақ егер біз мына жерге кіріп, мысалға мынаның ұзындығын үлкейтіп, кішірейтетін болсақ, ол мына жерде дұрыс жұмыс жасамау мүмкін. Міне, мен кірдім.
міне мен ауысымның аяғына бардым, бірақ ауысым аяғына дейін жұмыс жасаған жоқ. Сондықтан жазуын тышқанмен 2 рет басса, алғашқы мәнін, ең бірінші мәнін қойып береді, анимацияларында көзін құртады. Ол үшін біз мына анимацияның ромбы тұрған таңбаға апарамызда, тышқанның оң жағын басамызда, мына жерде modify with дегенге кіремізді, anim curves. Бұл модификатор. Бұл модификатор автоматты түрде жұмыс жасайды. Мына жер белсенді болды. Енді бұған кірсек, біз мына жерде әртүрлі параметрлерді көреміз. Бұл параметрлер мына команданы басқарады. Енді көрейік. Міне, мынау басынан аяғына дейін дұрыстап жұмыс жасап тұр. Егер біз бүйтіп мынаны үлкейтсек, мысалға, содан кейін қайттан Open Fusion Page деп кіретін болсақ, тура солай мына Dissolve'тың эдиттағы тұрған ұзындығына сәйкестендіріп оператор жұмыс жасайды. Модификатор мына операторды келтіреді. Маған айталық слайд жасау керек. Оңнан солға, солдан оңға, астыдан үстіге айырмашылығы жоқ. Оған маған керек бір оператор, ең басты оператор. Нодада. Ол transform. Transform деп тереміз, транс деп терсек өзі шығады мына жерде. 2 негізгі transform деген, мынау 3-ді да, бұл керек емес. 2-ді да осы 2 оператор бар. Мен мына екіншісін таңдаймын, XF дегені керек емес, тек мынау transform. Add. Мінеки. Менде мынандай оператор пайда болды. Оны shift басып отырып, мынаған енгіземін. Бірақ маған мына оператормен жұмыс жасамасы бұрын, мына Dissolve'тағы орындалу ұзақтығын реттеп алу керек. Маған ең басынан бастап, ең аяғына дейін жүріп тұрғаны керек емес. Маған тек мында келген кезде трансформация, мынандай қозғалыс максимум жылдамдығына жеткен кезде ғана ауысуын орындау керек. Сол үшін мен modifiersқа кірем. Мына curve shape дегеннің ішінде міне liner. Бұл сызықтық ауысу бастан аяғына дейін. Соның ішінде мен custom деген таңдаймын. Міне мынау бізде қисықтар, ана түсті бояудағы сияқты, мынау сияқты қисықтармен жұмыс жасайтын оператор. Бұл міне мына жағы уақыт, мына жағы операцияның барысы. Яғни міне ең транзишнның ең басында, ол мына жерде, содан кейін ең аяғы операция бітті, уақытта бітті. Міне операцияның аяғы, уақыттың аяғы. Осы Dissolve ең басынан ең аяғына дейін емес, шамамен орта шенде атқарылу үшін мен мына төменгі нүктесін таңдаймын да, міне in кірісіне мысалы 0,4 дейм. Міне ортасына жетерде, яғни 40%-на жеткен кезде операция басталады. Содан кейін соңғысының нүктесін таңдаймын да, бұның да кірсін 0,6 дейм. Сол кезде міне уақыт былай қарай өтіп баратқан кезде 40%-на жеткен кезде операция басталады да, уақыттың 60%-на жеткен кезде операция аяқталады. Тексеріп көрейік міне. Алып келе жатырмыз, әлі ауысқан жоқ. Ортасына келген кезде ғана бүйтіп ауысты да, транзишн аяғына жеткенше, мына 60%-нан бастап, екінші кадр толығымен көрсетіліп тұр. Бұл жерде тағы да мынандай нәрселерді де жасауға болады. Егер мынандай сызықтық ауысу ұнамайтын болса, мынаны таңдап, мысалға бүйтіп алып, қисықтармен де операция жасауға болады. Сол кезде ол түзу сызықты бір қалыпта ауыспайды. Сәл-пәл үдеумен ауысатын болады. Жалғастырмас бұрын, егер бейне ұнаса лайк басып, пікір қалдыр. Егер ұнамаса дизлайк баста, не ұнамағандығы жайлы пікірді міндетті түрде қалдыр. Ол маған өте маңызды. Ал егер арнаға жазылмасаң, жазылуды ұмытпа. Ал ары қарай жалғастырайық. Келесі орындайтын жұмыс ол мына transform.
Бұны таңдаймыз. Бұл жерде бізде бірнеше операторлар бар. Мен айталық мына кадрды оңға қарай жылжытқым келеді. Ол бізде жауап беретін мына X операторы. Мінекей. Әзірге бүйтіп қоя тұрам. Бірақ бізде міне былай қарай қозғалған кезде мына жер бос қалып тұр. Оны келтіру үшін бізде міне Advanced Options дегенге кіреміз. 2 рет бассақ. Міне Edge Behavior, яғни шетінен қалғандағы орынды біз қандай көрсетеміз. Мына жерде Transparent деп тұр. Яғни мөлдір. Арғары ештеңе жоқ. Оның астында бір кадр тұрса, бір нәрсе материал тұрса, соны көрсетеді. Оны біз аламыз да wrap around дейміз. Wrap around десек, ол кадрды жанына тіркеп қояды, тіркестіріп. Мінекей. Егер мысалы мен бір дейтін болатын болсам, ол бір неге ауысып кетті. Бір деген мынаның ұзындығымен бірдей, яғни бұл орнына қайтып кеп тұрған сияқты болады. Бұны әзірге 0 дейм. Келесі енді бұның анимациясына көшеміз. Ол үшін жаңағы мына dissolve'ты жасаған сияқты модификатор қосамыз X-қа. Modify with anim curves. Енді біз мына жаққа қосамыз modifiers. Енді мына жерден қарап шығуға болады. Операцияның барысы қалай болатын. Міне, аяғына жеткен кезде тура ортасына келді тірелді. Неге? Себебі мына мәннің 0,15 дегеннің операторы сол мәнді беретін scale деген, сол 0,15-те тұр. Оны өзгертуіміз керек. Мысалға 1. 1 деп енгізсек, ол кадрдың ұзындығына сай мәнге жылжытады. Мына біреу ғана. Жаман емес, бірақ маған 1 рет жылжығаны жеткіліксіз. Мен бұны 4 рет жылжығаны қалайым. Ойнатып көрейік. 1, 2, 3, 4. Енді бұның сызықты қозғалып тұрғаны кішкене көзге түрпідей көрінеді. Бұны өзгерту үшін мен мына жерде liner curve деген орнына easy'ін қолданам. Бұл жерде кірісі синусоидалы, квадраты, кубтық, 4 дәрежелік. Мен мысалы кубикқа қоям. Мына жерде де кубикқа қоям да. Аяғына басына апарып ойнатып көрем. Мынау әлде қайда жұмсағырақ, біртіндеп қозғалады. Оны тағы да көбейтуге болады. Міне 5 дәрежелі квинт деген. Бұл үдеуін одан да тездетеді. Маған әзірге осындай үдеу ұнайды. Енді мына жерде бір нәрсе жетіспей тұр. Бұл motion blur. Оны әлбетте мына жерде де қосуға болады. Мына tools дегенге қайтадан шығамыз, transformның toolsына. Содан кейін мына жерге settingsқа кіреміз де, мына жерде motion blur деген қосамыз. Сапасы. Көрдіңіздер ме, мына жерде неше түрлі сызықтар болып кетті. Ол мына quality сапасы 2 дегенде тұр. Мен бұны 8-ге дейін көтерем. Сол кезде мына жерде қайталанғандығы аса білінбей қалады. Shutter angle 180-нен 270-ге дейін тіпті үлкейтуге болады. Сол кезде ауысқаны мына dissolve'тың жұмысы білінбей қалады. Қайттан басына барып, қайттан ойнатып көрейік. Бұл әрине қазір нақты уақытта ойнатылмай тұр. Оның үстіне бізде editте transition ұзын. Енді бұны қысқартып көрейік бұлай қарай. Не болмаса мына таңдап отырып, инспекторға кіріп, мына жерде ұзындығын беруге болады. Айталық 1 секунд. 1 секунд 30 кадр. Менде кадр жиілігі 30 болғандықтан, мына жерде 30 кадр деп тұр. Жақсы, бірақ айталық мынаны 2 секундқа үлкейтетін болсақ, меніңше үдеуі тым жылдам сияқты, сәл баяулатуға болатын сияқты. Мына жаққа кіреміз, модификаторына
easing квинт емес, квартқа дегенге қоям, 4 дәрежелі. Осылай жақсырақ сияқты. Енді бұны сақтап алу қиын емес. Аламыз да мынаны оң жағын басамыз. Create transition preset. Басамыз. Атын cross dissolve slide деп мысалға. Шығады. Содан кейін ол video transitions, мына жерде ең төменгі жағында user деген болу керек. Міне. Cross dissolve slide. Енді бұны басқа видеоға салып көрейік. Көріп тұрғанымыздай, бұның ұзындығын қысқарақ жасасақ та болады. Не? Бұлай ұзын жасасақ та, кез келген ұзындыққа, кез келген форматта жұмыс жасай береді. Әлбетте, мынау енді тым ұзын. Шамамен 1,5-2 секундқа дейін. Тағы бір назар аударатын нәрсе, бұл жерде егер мынандай кадр қатарынан қойылғанын қаламасақ, мына сақталған темплейттің ішінен алып, лақтырғаннан кейін Fusion Page деп ашып, мына жерде трансформның толтыру әдісін wraparound емес, reflect жасасақ, ол жанына қойған кадрды айна сияқты көшіріп береді де, мына шетіндегі қабырға аса қатты білінбей қалады. Егер мынандай motion blur кезінде мынандай сызықтар ұнамайтын болса, оны да өзгертуге болады, оның орнына басқа оператор қолдануға болады. Көп жағдайда motion blur компьютердің ресурстарын көп алып қояды. Бұдан оңайырақ әдіс, бұл жерде motion blur'ды қолданбай, оның орнына directional blur операторын қолдануға болады. Міне directional blur, міне, не болмаса мынау. Бұл операторның бізге керегі, мына жерде бұрышын таңдаймыз. Бізде бұл 0 градус. Енді мына жерде, мысалға ортасына келген кезде, жылдамдығы өте үлкен кезде, біз бұның үлкендігін қалауымызша қоя аламыз. Енді мынаған модификатор жалғаймыз. Қайтадан modify with anim curves модификаторға өтеміз. Бұл жерде енді басынан аяғына дейін ең аз мәнінен ең көп мәніне ауысады. Бұл бізге керек емес, сондықтан біз бір жерде mirror дегенді басамыз. Ол ең аз мәнінен ортасына ең көп мәніне жетеді, қайтадан бастапқы мәніне алып келеді. Бұл жерде біз мынау сияқты сызықтық емес, мынау сияқты easing жасап, үдеу қоса аламыз. Easing дәл трансформдағы сияқты кварт, мына жерде кварт деп қойсақ болады. Яғни 5 дәрежелі. Сол кезде бізде байқағандарыңызда мына жерлерде ешқандай сызықтар жоқ, motion blur'дағыдай. Бұл да кез келген ұзындыққа, кез келген форматқа келе береді. Меніңше әдемі сияқты. Дәл солай жалғыз тек көлденең ғана емес, басқа бағытта жасағымыз келсе, мына модификаторды өшіріп тастаймыз да, оның орнына мына жердегі X емес, Y-қа қолдануға болады, тура сондай операторды. Және мына жердегі directional blur'да blur angle, яғни блюрдің бағытының бұрышы менде 0 градус болғандықтан көлденең. Егер мен 90 дейтін болсам, ол тігінен болады. Осыны алып сақтай салуға болады. Дәл жаңағыдай cross dissolve 2 дей салуға болады. Slide 2.
Осылай Fusion арқылы кез келген ауыспаны қалауымызша күрделендіре беруге болады. Тек оны біздің фантазиямыз ғана шектейтін болады. Бұл бейне саған пайдалы болды деп үміттенемін. DaVinci Resolve бойынша тағы не білгің келеді? Не қызықтырады? Астына пікірге жаз. Аяғына дейін көргеніңе рахмет. Келесі бейнеде көріскенше.